1943 жыл соғыстың ең қызған шағы. Теміржол бекеті күн сайын адамға толатын. Біреулер майданнан хат күтіп, біреулер ауылына қайтудың жолын іздеп. Біреулер азық-түлікке талон алып, біреулер жай ғана жылынатын орын іздеп жүретін. Қыс болмаса да ауада суық бар еді. Бұл суық ауа райынан емес, адамның ішіндегі үрейден еді. Айжан станция маңындағы 3-ші бағанаға жақындап келіп тоқтады. Қолында қоңыр дорба, ішінде председательге апарып берген қағаздарының көшірмелері. Ол қағаздарды аудан орталығына жеткізіп, енді ауылына қайтпақ. Айжанның көзі алыстағы жолға қадалды. Мақсат арбамен келуі керек. Бірақ ол әлі жоқ. Айжан ішінен тістеніп, осы мақсаттың да жүрісі. Бір айтсаң бір сөз, бір уәде берсе 2 сағат кешігет деп қойды. Ол бір сәт өзіне өзі. Бірақ адам ғой, бәлкім бірдеңе болып қалған шығар, деп ақтапты алды. Айжанның қолы еріксіз мойнындағы орамалын қыса түсті. Қанша мықты болғысы келсе де, жан дүниесі әлсіз еді. Себебі ол жалғыз болатын. Әкесі соғыста өлген, анасы өткен жылы сүзектен қайтқан. Ал өзі күйеуі Ғалымжанға күйеуге тигелі 2 жыл өтсе де, балалы бола алмады. Ел ішінде Айжан бедеу шығар деген сыбырлар жүретін. Ол сыбырларды естіген сайын жүрегі қан жылайтын. Бірақ сыртқа білдірмейтін. Сол кезде оның артынан біреу жүгіріп келіп, қолын созды. «Әпке, бір тиын берші, балаға сүт алып берейін». Айжан жалт бұрылды. Қарсы алдында жап-жас, сұлу қаратары қыздыр. Үстіндегі көйлегі жұқа, шашы ұзын, көзі қарақаттай мөлдір. Бірден байқалды, сыған қызы. Айжанның бойын ашу билеп кетті. «Тағы да сендер ме? Қалай шашаттыңдар? Мен өзім колхозшымын, қайдағы арқыт дейін? Өзімде сұрап тұрым керек шығар тамаққа». Қыздың қолы төмен түсті, бірақ ол кетпеді. «Ашуланба әпке», деді ол жұмсақ үнмен. «Мен жұмыс істер едім, бірақ мені ешкім жұмыс қалмайды». Айжан мырс етті. «Адамдар мені көрсе болды. Сыған деп бірден күдіктенеді. Қалтамызды күзетейік дегендей. Бәрі мені ұры сияқты көреді». Айжан сәл тыныштала түсті. Қыз бір сәт үнсіз қалды да, кенет әлде бір ауыр шындықты айтқысы келгендей болды. «Менің күйеуім орыс еді», деді ол ақырын. 3 ай бұрын оған қара қағаз келді. Айжанның жүрегі дірете қалды. «Сонда жәрдемақысын неге рәсім демейсің?» деді ол. Қыздың көзі жасаурады. «Маған ешкім көмектеспейді. Қайда барсам да қуып шығады. Күйеуімнің шешесі қара қағаз келген күні-ақ, кет үйден, сен сығансың, бізге керексізсің» деді. Айжан бір сәт үнсіз қалды. Ол бұл сезімді білетін. Жетімдік, тастандылық. Айжан ашуын басып, «Болды, мен саған ақша бермеймін. Бірақ жұмыс істесем болады. Ауылға жер менімен. Қыс түседі, мұнда үсіп өлесің». Қыз аң-таң болды. «Сіз мені танымайсыз ғой», деді. Айжан өзіне өзі таң қалды. «Танымасам да адамсың ғой. Мен де жалғызбын. Сен де жалғызсың». Қыздың ерні дірілдеп, «Менің атым Лейла», деді. Айжан басын изеді. «Мен Айжан». Лейла кенет жымиып, «Айжан, сенің жүрегің жұмсақ екен. Бірақ өзің қатты сөйлейсің», деді. Айжан күрсініп, «Өйткені өмір қатты үйретті», деді. Лейла Айжанның қолына қарап, «Қолыңды берші», деді. Айжан секемденіп, «Не істейсің?» «Қорықпа, мен ұрламаймын. Кек алақаныңды көрейін». Айжан амалсыз қолын созды. Лейла алақанға қарап тұрып, кенет қабағын түйіп қалды. «Не болды?» деді Айжан. Лейла сыбырлап, «Бір түрлі, бәрі тым оғаш. Сенің жүрегіңде қара бұлт бар. Бірақ ол бұлттың ар жағында күн бар». Айжан мысқылмен күлді. «Сен балашасың ба?» Лейла басын изеді. «Әжем үйреткен». Ол кеудесінен ескі карталарды алып шықты. «Мынау менің әжемнің карталары. Тағдырды айтады». Айжан еріксіз, «Ал айтшы», деді. Лейла карталарды ұсынды. 3 карта суыр. Айжан суырды. Лейла ұзақ қарап отырды. «Сенің күйеуің болады», деді ол. 3 балаң болады». Айжанның жүрегі шімете қалды. Бірақ ол күлген болып,
Менің күйеуім бар. Аты Ғалымжан. Қазір майданда. Ал балам жоқ. Лейла карталарға қайта қарап. Күйеуімнің тағдыры ауыр, деді ол. Сен көз жасыңды тыя алмайсың. Айжан ашуланып. Жетер, сен не деп тұрсың, деді. Лейла сабырмен. Мен көргенімді айтам. Бірақ кейін қуаныш келеді. Күн шығады. Айжан тісін қайрап. Сенің бал ашқаның үшін ешкім шашынан сүйреп қуған жоқ па? Лейла мақтанышпен. Менің айтқаным бәрінде дәл келеді, деді. Ол алыстағы ескі үйді нұсқап. Мен іздесен, ана үйдің жертөлесінде тұрам. Айжан күлді. Таборың қайда? Лейла мұңайып. Мен табордан қашып кеткенмін, 5 жыл бұрын. Күйеуім Василь деген жігіт еді. Мен оны сүйдім. Бақыт ұзақ болмайтынын сезсем де, бәрібір кетіп қалдым. Айжан біртүрлі аяп кетті. Сол кезде алыстан арбаның дыбысы естілді. «Әй, Айжан!» деп Мақсаттың дауысы шықты. Айжан тез бұрылып, Лейляның қолынан ұстап. «Жүр, ауылға барамыз», деді. Лейля бір сәт кідірді, сосын ақырын ғана. «Жүрейін», деді. Айжан өзіне өзі. «Мен не істеп барамын? Бөтен адамды ауылға алып кетем», деп ойлады. Бірақ жүрегі дұрыс істеп тұрсың, деп тұрды. Мақсат арбаны тоқтатып, Айжанға қарады. «Бұл кім?» деді ол қабағын түйіп. Айжан тез жауап берді. «Бұл Лейла. Оның үйі жоқ, туысы жоқ. Күйеуінен айырылған». Мақсат мырс етті. Тағы бір сыған. Жолда ұрлап кетпесін». Айжан ашуланып. «Мақсат, ұялмайсың ба? Ол адам. Оның күйеуі Мәскеу түбінде қаза тапқан». Лейла тыныш қана. «4-ші танк бригадасында», деді. Мақсаттың түрі өзгеріп кетті. «Кегі?» деді ол дереу. «Кузьмина», деді Лейла. «Күйеуімнің тегі?» деді Мақсат. «Кузьмин, бізде фамилия бірдей», деді Лейла. Мақсат аң-таң болып қалды. «Сенің күйеуің Кузьмин бе?» деді ол. Лейла көзін көтеріп. «Сіз оны танисыз ба?» Мақсат күрсінді. «Танимын. Жақты жігіт еді. Мен де сол бригадада болдым. Бірақ мені комиссовать етті. Аяғым ақсайды. Басында ауыра береді». Лейла оның басына қарап. «Сенің басында нүктелер бар. Сол жерлерді уқалау керек», деді. Мақсат еріксіз күлді. «Сен тым ақылдысың. Жарайды, жүріңдер», деді. Арба сықырлап, ауылға қарай ұзақ жолға түсті. Күздің желі сүйектен өтеді. Жол бойы сарғайған жапырақтар ұшып, кей жерлерде жаңбырдан қалған лай су жылтырап жатты. Айжан арбаның шетінде үнсіз отыр. Қолындағы дорбасын қысып ұстап алған. Ал Лейла болса, үнсіз, бірақ жан жағына мұқият қарап келеді. Әр дыбысты тыңдап, әр бұтаққа көз тастайды. Мақсат болса тізгінді тартып отырып, анда-санда артқа бұрылып, Лейляға күдікпен қарап қояды. «Айжан, сен мына қызды қайдан таптың?» деді ол бір уақытта. Айжан ауыр күрсінді. «Станцияда отыр едім, жылап тұр. Үйі жоқ. Қыс түссе қатып қалады. Адам ғой Мақсат», деді. Мақсат қабағын түйді. «Адам екенін білем, бірақ сығанның сығаны бар. Ертең ауылда бірдеңе жоғалса, кім жауап береді?» деді. Айжан ашуланып. «Бірдеңе жоғалса, мен жауап берем», деді. Лейла үндемеді, бірақ көзінің қиығымен Айжанға бір сәт қарап қойды. Ол бұл сөзді жүрегімен қабылдағандай болды. Айжанның үйі ауылға кіргенде күн еңкейіп қалған еді. Үйлердің төбесінен түтін шығып, иттер үріп, тауықтар қораға кіріп жатқан уақыт. Айжан өз үйіне жеткенде есікті ашып кірді. Үйдің іші қарапайым. Пеш бар, бір бөлме. Төменде ескі кілем. Үстелде нан турайтын тақтай. Керезе алдында сарғайған гүл. Айжан Лейляға қарап. «Міне, үйім осы. Байлық жоқ, бірақ жылы», деді. Лейля айналасына қарап. «Жылы екен, тыныш екен», деді. Айжан от жағып шайнек қойды. «Ертең сені жұмысқа орналастырам. Бірақ бәрі менің мойнымда болады. Сондықтан өзімді дұрыс ұста», деді. Лейля басын изеді. «Мен ұрлық жасамаймын. Менің әжем ұрлықты жек көретін. Бірақ адамдар бізді бәрібір ұры көреді», деді. Айжан оның даусындағы мұңды сезді. «Жарайды,
Енді отыр, шай іш, деді. Ләйлә шайға қарап, мен көптен бері осылай жылы шай ішпеппін, деді. Айжан оның қолына қарап қалды. Саусақтары жұқа, бірақ жарықшақтанып кеткен, тырнағы да сынған. Бұл қыздың өмірі жеңіл болмағаны анық еді. Ертеңіне таң атпай, Айжан Ләйләні ертіп сельсоветке қарай шықты. Сәбит иманлы, қатал адам, бірақ әділ. Ауылда оны сыйлайтындар да, қорқатындар да көп. Айжан есікті қағып кірді. «Кір, Айжан», деді председатель. «Қалада не жаңалық?» «Бәр жақсы, жолдас председатель», деді Айжан. «Бірақ менде бір өтініш бар». Сәбит иманлы орындыққа сүйене түсті. «Айта ғой». Айжан бірден: «Бізде асханаға аспаз жоқ қой. Танька кеткеннен бері сізде қиналып жүрсіз. Мен бір қызды алып келдім, жұмысқа алсақ деймін», деді. Сәбит иманлы қабағын түйді. «Қандай қыз?» Айжан есіктің сыртында күтіп тұрған Ләйләні шақырды. Ләйлә кірді. Басын төмен түсіріп, үнсіз тұр. Сәбит иманлы оны бір қарап шықты да бірден: «Бұл сыған ғой», деді. Айжан батыл сөйледі. «Иә, бірақ ол да адам. Күйеуі Мәскеу түбінде қаза тапқан. Үйі жоқ, туысы жоқ. Қыс түссе өліп қалады». Сәбит иманлы қолын сілтеді. «Сенің басын ауған ба, Айжан? Маған сығанды жұмысқа келдің бе?» Айжан ашуланып: «Сыған болса не болыпты? Ол да жесір. Оның күйеуі біздің солдат. Ал біз оған көмектеспесек, кім көмектеседі?» Сәбит иманлы күрсінді. «Айжан, тіліңді тарта сөйле. Мына сөзің үшін сен де соттап жіберуге болады». Айжан бір сәт тынышталды. «Сәбит иманлы, өтінем, кек қыстан шықсын. Егер дұрыс істемесе, өзім жіберем. Бірақ қазір далаға тастауға болмайды». Сәбит иманлы ұзақ ойланып отырды. Сосын: «Жарайды, сенің жауапкершілігіңмен. Ертеңнен бастап асханаға шықсын», деді. Айжан қуанып кетті. Ләйлә көзін көтеріп: «Рахмет», деді сыбырлап. Ләйлә асханаға келгенде, ауыл әйелдері бірден үрке қарады. Гүлзира деген бір әйел: «Мынау бізге неге келді? Ертең қазан ошақты ұрлақ кетпесін», деп сыбырлады. Зере: «Сығанға сенуге болмайды», деді. Ләйлә бәрін естіп тұрды, бірақ үндемеді. Ол бірден іске кірісті. Күні бойы ас әзірледі. Картоп ас, ұн ас, ет жоқтың қасы. Бірақ Ләйлә шөптің, дәннің, кепкен нанның өзін түрлендіріп жіберді. Кешке қарай әйелдер тамақтан дәм татқанда, бәрі таң қалды. «Мынау қалай? Жай ғана тары мен су ғой, бірақ дәмі керемет», деп тамсанды. Гүлзира өзде байқамай: «Осы қыздан асханаға береке кірген сияқты», деді. Зере де мойындауға мәжбүр болды. «Дәмді екен», деді. Ләйлә күнде таңертең ерте тұрып, ауыл сыртындағы далаға кетіп қалатын. Кейде орманға, кейде өзен жағасына барады. Қайтып келгенде дорбасында түрлі шөп болады. Айжан бір күні сұрады: «Сен не істеп жүрсің күнде?» Ләйлә күлімсіреп: «Шөп жинаймын. Шөп Алланың дәрісі. Адамдар дәрігер жоқта сонымен аман қалады», деді. Айжан таң қалды. «Сен бәрін білесің де?» «Әжем үйретті. Мен бала кезден әжемнің жанында жүрдім. Ол емші еді. Бірақ адамдар оны да сыған деп жек көретін», деді Ләйлә. Айжан үнсіз қалды. Осы қыздың өмірі расында ауыр екен. Бір күні кешке ауылға пошташы келді. Айжан есікті ашып еді. Пошташы әйел оның қолына бір қағаз ұстатты. Айжан қағазды көрген бойда жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл қара қағаз еді. Ғалымжанның аты жазылған. Айжанның қолы қалтырап кетті. «Жоқ, жоқ, болмайды», деді ол. Ол есік алдында отырып қалды. Дүние көз алдына қараңғыланып кетті. Айжан жылап жіберді. Өксікпен жылап, демі тарылып, тұншыға бастады. Сол кезде Ләйлә жүгіріп келді. «Айжан», деді ол. Айжан қағазды көрсетті. Ләйлә бір сәт үнсіз қалды. Сосын Айжанды құшақтап: «Жыла, жыла, ішіңді босат», деді. Айжан Ләйләнің иығына басын қойып, өксіп жылады. Ләйлә пешке от жағып, шөптен тұнба қайнатты. Айжанның қолын ұстатты. «Іш, бұл жүрегімді тыныштандырады», деді.
Айжан ішті. Сәлден соң тынысы басылды. Ол көз жасын сүртіп, «Сен сол күні көрдің бе? Станцияда», деді. Ләйлә басын изеді. «Көрдім, бірақ айтқым келмеді. Себебі сен ол кезде бәрібір сенбейтін едің», деді. Айжан ауыр күрсінді. «Мен оны сүймедім», деді ол кенет. Бірақ ол жақсы адам еді. Ауылда еркек аз. Әйтеуір біреуге тұрмысқа шығу керек болды. Ал енді мен жалғыз қалдым. Ләйлә оның қолын ұстап, «Тағдырдан қашып құтылмайсың. Бірақ тағдыр тек қайғы емес. Тағдыр кейде бақытқа апаратын жол», деді. Айжан көз жасын сүртіп, «Сен өз тағдырыңды көрдің бе?» деді. Ләйлә басын изеді. «Көрдім. Сонда да күйеуіме тидім бе?» «Тидім. Себебі сүйдім. Мен оның өлетінін де білдім. Бірақ бәрібір сүйдім. Өйткені бақыт кейде қысқа болады. Бірақ сол қысқа бақыттың өзі адамға өмір бойы күш береді», деді. Айжан оның сөзін тыңдап отырып ішінен, «Бұл қыздың жүрегі қандай мықты», деп ойлады. Дәл сол кезде есік қағылды. Айжан шошып кетті. Есікті ашса, Мақсат тұр. Бірақ бүгін оның түрі өзгеше. Әдетте ол Ләйләні «кір қожалақ» деп мазақтайтын. Бүгін олай демеді. Ол шаршаған, өңі сырланып кеткен. «Айжан», деді ол, «менің басым қатты ауырып тұр. Шыдауға болмайды». Айжан бірден, «Фельдшерге бардың ба?» Мақсат тісін қайрап, «Болмас, ештеңе істей алмайды». Мақсат Ләйләға қарады. «Сен шөптен тұнба жасайсың дейді. Рас па?» деді. Ләйлә қабағын түйді. «Рас. Маған да жасап берші. Басым ауырып, өзімді іліп жібергім келіп тұр», деді. Айжан антаң. Мақсат ешқашан бұлай жұмсарған емес. Ләйлә үнсіз су қойды. Сосын Мақсатқа жақындап, «Жағаңды ағыт, өғінді босат, тыныш отыр», деді. Мақсат тыңдады. Ләйлә оның басын уалап, бірдеңелерді сыбырлап оқи бастады. Мақсаттың жүзі біртіндеп өзгерді. Ауырсынуы басылып келе жатқандай. Сәлден соң Ләйлә оған тұнба беріп, «Іш», деді. Мақсат ішті. Кенет оның көзі үлкейіп, «Мынау расымен жеңілдетті», деді. Ол Ләйләға қарап, «Сен қалай істедің?» деді. Ләйлә қысқа жауап берді. «Әжем үйреткен». Мақсат еріксіз күлді. «Сен көдесница екенсің», деді. Ләйлә көзін сығырайтып, «Ал енді мені тағы да кір қожалақ десең, тіліңді құрғатам», деді. Мақсат күліп жіберді. Бірақ ол енді Ләйләға басқаша қарады. Оның жүрегінде бір нәрсе қозғалды. Бұрын тек күдік болған. Енді қызығушылық пайда болды. Ал қызығушылықтың артында сезім тұратын. Мақсат кеткен соң Айжан Ләйләға қарап, «Ол саған ғашық болып қалатын сияқты», деді. Ләйлә бұрылып қарады. «Ол маған ғашық болмайды. Ол өзі де қорқады. Сығанды сүйсе, жұрт күледі. Ал ол жұрттан қатты қорқады», деді. Айжан ауыр күрсінді. «Бақытқа да батылдық керек екен», деді. Ләйлә терезеге қарап, «Батылдық керек. Бірақ кейде адам батылдықты кеш табады», деді. Күздің соңғы айлары ауылға ауыр тиді. Егін жиналды. Адамдардың қолы тілім-тілім болды. Қанша еңбек етсе де, қоймада көп нәрсе жоқ. Соғыс бәрін жұтып жатты. Ең қиыны, ауылға күнде бір қара қағаз келетін. Әр хат келген сайын бір үйдің шамы сөнетін. Айжанның да үйіндегі шам сөнген. Ғалымжанның өлімнен кейін Айжан күнде бір нәрседен айырылып жүргендей еді. Күліп жүрсе де, ішкі жан дүниесі жылап тұратын. Ал Ләйлә сол үйге келгеннен бері Айжанның тіршілігі сәл болса да реттелді. Ол үйді жинап, пешті жағып, тамақ істеп, шөп қайнатып, Айжанға үнсіз сүю болды. Бір сөзбен айтқанда, ол Айжанға құрбы емес, туыс сияқты болып біткен. Бір күні ауылдың іші у-шу болды. Ер адамдар сыртқа шығып, әйелдер терезеден қарап, балалар жүгіріп жүр. Айжан да далаға шықты. Ауылдың шет жағынан бір арба көрінді. Арба үстінде шинель киген бір жігіт отыр. Жұрт, «Арман келді, Арман оралды», деп шулады. Айжанның жүрегі біртүрлі шым етті. Арман.
Бала кезден жауы сияқты еді. Олар бір мектепте оқыды. Арман үнемі Айжанға тиісіп жүретін. Айжан да қарап қалмайтын. Екеуі бір-біріне қасқырдай ырылдайтын. Арман ауылға жақындағанда жұрт оны ортаға алып сұрақтың астына алды. Қалай жараландың? Қайдан келдің? Неге қайта жібермеді? Арман қысқа жауап берді. Жеңіл жарақат. Комиссиядан өттім. Аяғым сырқырайды. Болды. Ол ешкіммен көп сөйлескісі келмеді. Айжан оның түріне қарап қалды. Арман бұрынғыдан өзгерген. Көзінде бұрынғыдай еркелігі жоқ. Жүзінде қаттылық бар. Ал ең бастысы жалғыздық бар. Ләйлә Айжанның жанында тұрып, ол да жаралы екен. Тек денесі емес, жүрегі де жаралы, деді сыбырлап. Айжан бұрылып, сен қайдан білесің? Деді. Ләйлә жай ғана, көзінен көріп тұрмын, деді. Кешке Айжан Ләйлямен шай ішіп отырғанда, сырттан көршілердің әңгімесі естілді. Арманның әйелі Ләззат қалаға қашып кеткен ғой. Қызын тастап кеткен дейді. Нәзира деген қызы бар екен. Арман соғысқа кеткенде қыз 1 жаста болған. Енді 4-ке келіпті. Айжан күрсінді. Әйел болып, баласын тастап кеткені қалай? Деді. Ләйля үнсіз қалды. Сосын бір түрлі дауыспен, кей әйелдің жүрегі тас болады, деді. Айжан терезеге қарап отырып, ал кей әйелдің жүрегі тас болмаса да, өмір оны тас қылып жібереді, деді. Ләйля Айжанға қарап, сенің жүрегің тас емес, сенің жүрегің жаралы, деді. Айжан үндемеді. Арман ауылға келгенден кейін көп ұзамай тағы бір жаңалық тарады. Арманның әке-шешесі Болат Нұрғалиұлы мен Валентина Ғазиза қызы Қазанғаға кетіпті. Кіші қыздары ауырып қалған екен. Ауыл адамдары, Арман енді қызымен жалғыз қалды, деп сөйледі. Айжан бұл әңгімені естіген сайын ішінен бір түрлі сезім туатын. Бір жағынан маған бәрібір дегісі келеді. Екінші жағынан аяныш пайда болады. Себебі Айжан жалғыздықтың не екенін біледі. Бір күні Арманды ауданға шақырды. Сол күні Нәзира ауырып қалды. Арман қызын көтеріп алып сельсоветке келді. Сәбит Иманұлына қарап, жолдас председатель, не істеймін? Қалаға ауырып тұрған баланы сүйреп апара алмаймын, деді. Айжан сол жерде отырған. Ол бірден, мен қарай тұрайын, деді. Арман оған бір қарады да қабағын түйді. Ол Айжанды әлде ұнатпайтын сияқты. Арман председательге қарап, сіз қарап тұра аласыз ба? Немесе әйеліміз? Кешке келем, деді. Сәбит Иманұлы қолын бірақ сілтеді. Қалдыр, өзім 5 баланы өсірдім. Сенің бір қызыңды қарай алмаймын ба? Деді. Арман ештеңе демей, қызын қалдырып шығып кетті. Ал Айжан Нәзираға қарап қалды. Қыздың көзі мөлдір, жүзінде қорқыныш бар. Ол Айжанға бөтен адамға қарағандай қарады. Айжан еңкейіп, қорықпа, мен сені ренжітпеймін, деді. Нәзира үнсіз тұрды. Айжан оған қолын созды. Нәзира кішкентай қолын берді. Сол сәтте Айжанның жүрегі шым етті. Кешке дейін Айжан Нәзирамен бірге отырды. Ол қызға ботқа берді, шай ішкізді, ойыншық тауып берді. Нәзира бірте-бірте үйрене бастады. Айжан оның шашын сипап, сенің анаң қайда? Деп сұрады. Нәзира иығын көтерді. Білмеймін, деді сыбырлы. Айжанның көзіне жас келді. Егер Айжан бала көтере алғанда, оның да осындай қыз болар ма еді? Айжан ішінен, Алла маған бала бермеді. Бірақ міне, бір баланы алдыма әкеліп отыр, деп ойлады. Келесі күні Айжан далаға шыққанда, трактордың кабинасында Нәзира отырғанын көрерді. Тракторды Арман айдап келеді. Айжан қолын бұлғады. Арман тракторын тоқтатып, кабинадан басын шығарды. Не керек? Деді ол суық. Айжан батыл сөйледі. Нәзира менде болсын, сен жұмыс істей бер, деді. Арман бір сәт ойланып қалды. Сосын трактордан түсіп, қызын көтеріп жерге қойды. Ұялып тұрғандай. Нәзира, сені жақсы көретінін айтты. Егер сен қарап отырсаң, мен қарсы емеспін, деді. Айжан таң қалды. Арманның дауысы жұмсарған. Бұл бұрынғы Арман емес еді. Айжан Нәзираны қолынан ұстап, жүр жаным, деді. Нәзира Айжанға қарап, Айжан апа, деді. Сол сөз Айжанның жүрегін қақ айырғандай болды. Бір күні Арман жұмысқа шықпады. Нәзира да келмеді. Ләйля, бар, бірдеңе болған сияқты.
менің ішім сезіптір деді. Айжан дереу Арманның үйіне барды. Үйге кірсе, Арман қыздың төсегінің қасында отыр. Қолында шүберек. Қыздың маңдайына қойып жатыр. Айжан қорқып, «Не болды?» деді. Арманның көзі қорқынышқа толы. Қызуы түспей жатыр. Фельдшер мас, ояту мүмкін емес деді. Айжан дереу сыртқа шықты. «Мен қазір Ләйләні алып келем» деді. Ләйлә келді. Ол қыздың маңдайын ұстап көрді. «Қызуы қатты» деді. Ол шөптен тұнба қайнатты Арманға. «Қыздың денесін сүрт, суды жылы қыл. Мен тұнбаны дайындайын» деді. Арман үнсіз орындады. Түн бойы 3 адам, Айжан, Ләйлә, Арман, Нәзираның жанында отырды. Арман шаршап, көзі ілініп кеткенде, Айжан оның үстіне көрпе жапты. Арман оянып, «Мен өзім» деп еді. Айжан, «Тыныш, сен де адамсың, шаршадың, ұйықта» деді. Арман алғаш рет Айжанға басқа көзбен қарады. Таң ата Нәзираның қызуы түсті. Ләйлә шаршап, «Бәрі жақсы болады, мен кетем». Ал Айжан, «Сен оларға керек болып тұрсың» деді. Айжан шаршағанын сезген жоқ. Үйге қараса, бәрі шашылған. Ыдыс аяқ кір, шаң қалың. Айжан өзінен өзі іске кірісті. Шүлік пен Нәзира ұйықтап жатқанда, ол үйді жинады. Ыдысты жуды, еденді сүртті, киімді жуып, іліп қойды. Кейін ботқа пісірді. Ләйлә сүт алып келді. Айжан ботқаны дастарханға қойды. Арман оянғанда, үйдің тап-таза екенін көріп, «Жинамауың керек еді» деді. Айжан ашуланып, «Рахмет деудің орнына, сендер шошқадай өмір сүресіңдер. Балаң шаң жұтып жатыр. Киімін қашан жудың соң көреді». Арман үндемеді. Сосын қысқа ғана, «Рахмет» деді. Айжан күрсінді. «Сен қаласаң да, қаламасаң да, атанан келгенше мен сендерге көмектесем. Өзіңді ойламасаң да, балаңды ойла» деді. Арман ауыр дем алды. «Ақша төлеймін» деді. Айжан күлді. «Қайдағы ақша? Бірақ үйге еркектің көмегі керек. 3 жыл күйеусізбін. Үйдің бәрі қирап жатыр. Сарайды жөндеп берсең болды» деді. Арман қысқа жауап берді. «Жақсы, 2 ай». 2 ай бойы Айжан Нәзираға қарады. Ал Арман Айжанның үйіне көмектесті. Сарайды жөндеді. Шатырдың ағуын жапты. Су тасып берді. Шөп шапты. Қораны түседі. Айжан алғаш рет үйінде ер адамның қолы тигенін көрді. Ол өзін қауіпсіз сезінді. Бірақ бұл сезімнен өзі қорықты. «Мен не істеп жүрмін? Бұл Арман ғой. Бала кезден жауым» деп ойлады. Көп ұзамай Арманның ата-анасы оралды. Нәзираны қайтадан өздері алып қалды. Айжан босақ қалды. Үйдің іші тыныш. Тым тыныш. Ал ауылда басқа өзгеріс болды. Арман енді қыдыруға кірісті. Үйге әйел іздеп жүрмін деп, ауыл қыздарына көз салатын болды. Ләйлә мұны көріп күлетін. Ал Айжан өзінен өзі шошыды. Ол қызғанып жүреді. Өзіне өзі, «Мен кімді қызғанып жүрмін? Мені бала кезден жек көрген адамды ма?» деп ұрсатын. Бірақ жүрек тыңдамайды. Айжан кейде алыстан қарап тұратын. Арман бір қызды құшақтап тұрса, Айжанның жүрегі ауыратын. Ал Арман Айжанға қарамайтын. Тіпті байқамайтын сияқты. Айжанның ішкі әлемі қайтадан қирай бастады. Бір күні кешке Ләйлә Айжанға қарап, «Айжан, сенің тағдырың қайта бұрылып жатыр» деді. Айжан тіксініп, «Не деп тұрсың?» Ләйлә терезеге қарап, «Сен жалғыз қалмайсың, бірақ сен өзіңе де сенбей жүрсің» деді. Айжан ауыр күрсінді. «Мен енді ешкімге сенбеймін» деді. Ләйлә жымиып, «Сонда да жүрегің сенеді» деді. Қыс түсіп, алдың тіршілігі ауырлай түсті. Жел үдейді. Қар қалыңдайды. Түн ұзарады. Әр үйдің пеші түтіндеп, әр шаңырақта бір мұң бар. Соғыс жылдары жай ғана жоқшылық емес. Соғыс адамның жүрегінде, ойында қажытатын. Айжанның үйінде де қыс тыныш өтпеді. Ләйлә бар. Бірақ Ләйлә ауылға бөтен. Оның әр қадамын жұрт бақылап жүр. Бір күні асханада әйелдер бір-біріне сыбырлап сөйлесті. Гүлзира, Айжан өзі де жесір, ал үйінде сыған қыстырып жатыр. Ол не дегені? Деді. Зере,
Айжанның өзі де қызық. Күйеуі өлген соң бірден сығана келіп алды. Бір бәлеге ұрынбаса болды, деді. Тағы бір әйел. Ол сыған қыз балашат дейді. Жын шайтанмен сөйлесет дейді, деді. Гүлзира, солай ма? Онда бізге де айтып берсін. Қай күні соғыс бітеді екен, деді. Бірақ күлкілерінің ішінде күдік бар еді. Себебі соғыс кезінде адамдардың жүрегі қатып қалады. Жоқшылықта жұрт бір-біріне жау болып кетеді. Ләйлә бұл сөздерді естіді, бірақ ол үн қатпады. Ол тек қазанның қасында тұрып, тамақты жайлап араластырды. Айжан кешке үйге келгенде, Ләйлә пештің жанында отыр екен. Айжан шаршап. Бүгінде өсек айтқан шығар, деді. Ләйлә күлімсіреп. Өсек жел сияқты. Бүгін соғады, ертең басылады, деді. Айжан ішінен ауыр көсінді. Сен мықтысың, Ләйлә, деді. Ләйлә көзін төмен түсірді. Мен мықты емеспін. Мен тек жылауға шаршадым, деді. Мақсат Ләйләға жиі келетін болды. Басында шынымен бас ауыратын. Кейін басы ауырмаса да келетін болды. Айжан оны бірден түсінді, бірақ айтпады. Себебі Айжан да бір кезде сүйіспеншілікті аңсаған. Енді ол Ләйләға бақыт тілейтін. Бір күні Мақсат үйге келді. Айжан, шай бар ма? Деді. Айжан бірден сезді. Бүгін оның басы ауырмайды. Бар, бірақ сен басым үшін келдің бе? Әлде Ләйлә үшін бе? Деді ол күліп. Мақсат бір сәт қызарып кетті. Сен не деп тұрсың? Деді. Айжан күлді. Сен бұрын оны кір қожалақ дейтін едің. Ал қазір Ләйлә деп нәзік айтасың, деді. Мақсат қабағын түйді. Әй, қойшы, деді. Бірақ оның көзі Ләйләні іздеп тұрды. Ләйлә Мақсатты сезетін. Ол да оның жанында өзін қауіпсіз сезетін. Бірақ қорқатын. Себебі ол сыған. Ал Мақсат ауылдың жігіті. Егер Мақсат оны сүйсе, ауыл күледі. Ауыл қорлайды. Ауыл оны қайтадан бөтен деп, ит сияқты қуып шығуы мүмкін. Бір күні Ләйлә Айжанға: Айжан, мен бұл ауылда ұзақ қала алмаймын, деді. Айжан шошып: Неге? Деді. Ләйлә терезеге қарап: Себебі мені ешқашан өз адамы деп қабылдамайды. Мен қанша тамақ істесем де, қанша көмектессем де, бәрібір мен сыған болып қала беремін, деді. Айжан оның қолын ұста. Ләйлә, сен бұл ауылға береке әкелдің. Адамдар уақыт өте сені қабылдайды, деді. Ләйлә басын шайқады. Жоқ, олар қабылдамайды. Тек үйренеді, деді. Нәзира күнде Айжанның үйіне келіп жүрді. Арманның ата-анасы оралса да, Нәзира Айжаннан кеткісі келмейтін. Бір күні Нәзира Айжанның қолынан ұстап: Айжан апа, мен сізді жақсы көрем, деді. Айжанның жүрегі шым етті. Мен де сені жақсы көрем, жаным, деді ол. Нәзира кенет: Сіз менің анам болсаңызшы, деді. Айжанның көзіне жас келді. Ол өзін ұстай алмай: Жаным, сенің анаң бар ғой, деді. Нәзира басын шайқады. Ол жоқ. Ол бізді ұмытты, деді. Айжан оны құшақтап алды. Арман бұрынғыдай емес еді. Ол Айжанға бұрынғыдай суық қарай алмайтын болды. Себебі Айжан оның қызына шын ана сияқты қарап жүр. Бір күні Арман Айжанның үйіне келіп, сыртта тұрып қалды. Айжан есікті ашқанда, ол бір сәт үндемей тұрды. Не болды? Деді Айжан. Арман ауыр дем алды. Мен саған рахмет айтуға келдім, деді. Айжан таң қалды. Сен рахмет айтуды да білесің бе? Деді ол ащы әзілмен. Арман қабағын түйді. Айжан, мен бұрын сенің жауың болдым. Бірақ қазір мен басқа адаммын, деді. Айжан үнсіз қалды. Арман сөзін жалғастырды. Соғыс адамның ішін өзгертеді. Мен майданда көп нәрсе көрдім. Ал ауылға келгенде мен өзімді бөтен сезіндім. Әйелім жоқ. Ата-анам кетті. Қызым мені танымайды. Менің ешкімім жоқ сияқты болды, деді. Айжан алғаш рет Арманның әлсіздігін көрді. Ол бір сәт жұмсарды. Сенің қызым бар. Ол сенің өмірің, деді Айжан. Арман басын изеді. Бірақ ол сенің жанында ғана күледі, деді. Айжан үнсіз қалды. Бір күні кешке Айжан үйге келе жатқанда,
Ауылдың екі әйелі оны тоқтатты. Айжан, сен дұрыс істеп жүрсің бе өзі? Деді бірі. Айжан қабағын түйді. Не істеп жүрмін? Екінші әйел. Арманның қызына қарап жүрсің. Ал Арман ауылдың қыздарымен қыдырып жүр. Сен өзіңді неге қор қыласың? Деді. Айжан ашуланы. Мен өзімді қор қылып жүрген жоқпын. Мен балаға көмектесіп жүрмін, деді. Бірінші әйел. Балаға көмектесіп жүрсем жақсы. Бірақ ертең жұрт Айжан Арманның үйіне кіріп жүр деп айтады. Сенің атыңды былғайды, деді. Айжанның жүрегі ауырды. Ол үйге келіп Ләйләға: ауыл адамдары жаман сөз айта бастады, деді. Ләйлә күрсінді. Айжан, ауылдың тілі ол адамды өлтірмейді, бірақ жанын өлтіреді, деді. Айжан көз жасын сүртіп: мен шаршадым, деді. Ләйлә оның қолын ұстап: шаршасаң да тоқтама. Сен тоқтасаң, сенің жүрегің өледі, деді. Бір күні Мақсат кешке тағы келді. Бұл жолы оның түрі өзгеше. Ол үнсіз отырды да, кенет Ләйләға қарап: Ләйлә, мен саған бір сөз айтайын, деді. Айжан бірден түсінді. Ол орнынан тұрып: мен сыртқа шығып келейін, деді. Ләйлә шошып: Айжан, керек емес. Айжан жымиып: керек. Сен де әйелсің. Сенің де жүрегің бар, деді. Айжан сыртқа шықты. Үйдің ішінде үнсіздік қалды. Сәлден соң Мақсаттың дауысы естілді. Мен сені ұнатып қалдым, деді ол. Ләйлә үнсіз қалды. Мақсат сөзін жалғастырды. Басында мен сенен қорықтым. Сығансың деп, ұрысың деп. Бірақ сен бәрін дәлелдедің. Сен менің басымды емдедің. Сен асханаға береке әкелдің. Сен Айжанға тірек болдың. Мен сенсіз өмірімді елестете алмай қалдым, деді. Ләйлә ақырын ғана: ал ауыл ше? Ауыл күледі ғой. Сенің бетіңе күледі, деді. Мақсат қатты айтты: ауылдың сөзі мен үшін маңызды емес. Маған сен маңыздысың. Ләйлә бір сәт үнсіз қалды. Сосын көзінен жас шықты. Мен қорқан, деді ол. Мақсат оның қолын ұстап: қорықпа. Мен сені қорғаймын, деді. Айжан далада тұрды. Қар сытырлап жатыр. Аспанда жұлдыз көп. Айжан ішінен: Ләйлә бақытты болсын. Менің бақыттым жоқ болса да, біреудің бақытына себеп болайын, деп ойлады. Бірақ дәл сол сәтте Айжан өз жүрегінің ішінде бір шындықты сезді. Ол Арманды ойлаттыр еді. Арманның да жалғыз екен. Арманның да жүрегі жаралы екен. Айжан өзіне өзі: жоқ, болмайды. Ол менің жауым. Ол мені бала кезден жек көрді, деп қайталай берді. Бірақ жүрек бәрібір тыңдамады. Қыс қысып, ауылдың іші тынышталудың орнына тіпті ауырлап кетті. Қар қалың, жол жабық. Адамдар үйінен сирек шығады. Ал үйде отырған адам көп ойлайды. Көп ойлаған адам көп күдіктенеді. Күдік көбейген жерде өсесек көбейеді. Бір күні асханада әйелдер тағы да сыбырласа бастады. Гүлзира қолын жая сөйлеп отыр. Айжанның үйінде Сыған тұрып жатыр. Ал өзі Арманның үйіне кіріп шығады. Бұл не деген сұмдық? Зере: Айжан жесір ғой. Жесірге бәрі болады дейді. Бірақ ол да ұятын білсін, деді. Тағы бір әйел: Арман болса ауылдың қыздарымен қыдырып жүр. Айжан соған қарап баласын бағып жүр. Өзі ақымақ қой, деді. Гүлзира: ол ақымақ емес. Ол Арманды жақсы көріп жүр. Көрмейсіңдер ме? деді. Осы сөзден кейін әйелдер ду күліп жіберді. Айжан Арманды жақсы көреді? Мынау енді қызық болды, деп күлді. Ал дәл сол сәтте асхананың есігі ашылып, ішке Ләйлә кіріп келді. Ол бәрін естіп қалды. Әйелдер бірден үнсіз қалды. Ләйлә қазанның қасына барып, ештеңе болмағандай жұмысын істей берді. Бірақ оның қолы дірілдеп тұрды. Кешке үйге келгенде Ләйлә үнсіз отырды. Айжан оның түрінен бәрін түсінді. Тағы да өсек пе? Деді Айжан. Ләйлә көзін көтермей: Ие, деді. Айжан ашуланып: олардан шаршадым. Адамдар неге осындай? Соғыс кезінде бір-біріне сүйеу болудың орнына бір-бірін жейді, деді. Ләйлә ақырын ғана: Айжан, сен оларға ашуланба. Олар да қорқып жүр. Қорыққан адам жаман болады, деді. Айжан көз жасын сүртті.
Бірақ сен де адамсың ғой. Сен де ауыртады ғой, деді. Ләйлә күлімсірегендей болды. Ауыртады. Бірақ мен үйренгенмін, деді. Нәзира Айжанның үйіне күнде келетін. Бір күні ол Айжанның етегінен ұстап, «Анашым», деп қалды. Айжанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Не дедің?» деді Айжан. Нәзира ұялғандай болып, «Анашым», деді тағы. Айжан оны құшақтап алды. Көзінен жас шықты. Ләйлә бұл көріністі көріп, бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана, «Міне, Алла саған баланы осылай берді», деді. Айжан жылап, «Бірақ ол менің балам емес», деді. Ләйлә оның қолын ұстап, «Баланы туған емес, баққан ана болады», деді. Дәл сол күні кешке Арман Айжанның үйіне келді. Ол есікті қағып кірді, көзі ашулы. Айжан шошып, «Не болды?» деді. Арман тісін қайрап, «Нәзира, саған ана депті дейді», деді. Айжан үнсіз қалды. Арман қаттырақ сөйледі. «Сен оған не айттың? Сен оны менің қолымнан тартып алмақсың ба?» деді. Айжан ашуланып, «Мен тартып алып жатқан жоқпын. Мен оған қарап жүрмін. Сенің өзің қарамайсың», деді. Арманның көзі жалт етті. «Мен қарамаймын дейсің бе? Мен майданнан келдім. Менің денем жаралы. Менің басында мың ой. Мен де адаммын», деді. Айжан бір сәт үнсіз қалды. Сосын, «Мен де адаммын, Арман. Мен де күйеуімді жоғалттым. Мен де жалғыз қалдым. Бірақ мен біреуге көмектесуден қашқан жоқпын», деді. Арман бір сәт үнсіз қалды. Ол Айжанға қарады. Бірінші рет оның көзіндегі мұңды көрді. Келесі күні ауылда үлкен жанжал шықты. Нәзира Айжанның үйінен шығып келе жатып, көрші әйелдердің сөзін естіп қалды. «Айжан сенің әкеңе тиіп алады», деді бір әйел күліп. Нәзира қорқып жүгіріп барып Арманға айтты. Арман ашуға булығып, сол әйелдерге барды. «Кім айтты?» деп айқайлады. Әйелдер шошып қалды. Гүлзира, «Біз не дедік? Біз шындықты айттық қой», деді. Арман ашуланып, «Сендер ауыздарыңды жап. Айжан адал адам. Ол сендерден 1000 есе таза», деді. Әйелдер аң-таң. Зере, «Ой, Арман, сен неге Айжанды қорғап қалдың? Сен өзі Айжанға ғашықсың ба?» деді мазақтап. Арманның беті қызарып кетті. Ол қолын көтеріп, «Тағы бір сөз айтсаң, аузыңды бұзам», деді. Жұрт жиналып қалды. Сәбит Иманұлы да келді. «Не болып жатыр?» деді ол. Арман ашулы. «Бұлар өсек таратып жүр. Біреудің абыройын төгіп жүр», деді. Сәбит Иманұлы қатты сөйледі. «Жетер. Соғыс кезінде ауыздарында тыйыңдар. Бір-біріңді жеме. Ертең майданнан тағы қара қағаз келеді. Сонда кімге күлесіңдер?» деді. Жұрт үнсіз қалды. Сол кеште Арман Айжанның үйіне тағы келді. Бұл жолы ол ашулы емес еді. Ол үнсіз отырды. Айжан да үнсіз отырды. Пештің оты сытырлап, бөлме жылы. Ләйлә сыртқа шығып кеткен. Екеуі ғана қалды. Арман ауыр дем алды. «Айжан», деді ол, «мен сенен кешірім сұрайын». Айжан таң қалды. «Сен кешірім сұрайсың ба?» деді. Арман көзін төмен түсірді. «Иә, мен бала кезден сені жек көрдім. Бірақ неге жек көргенімді өзімде білмеймін», деді. Айжан күлді. «Мен де білмеймін», деді. Арман сөзін жалғастырды. «Мен сені жақсы көріп жүрдім. Бірақ оны өзіме мойындаудан қорықтым». Айжанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Арман, мектепте сен әдемі едің, ақылды едің. Бәрі сені жақсы көретін. Ал мен сенің қасында өзімді әлсіз сезінетінмін. Сондықтан саған тиісіп, өзімді күшті көрсеткім келді», деді. Айжанның көзі жасаурады. «Арман, сен Ғалымжанға тұрмысқа шыққанда, мен ішімнен күйіп кеттім. Сені жек көріп кеттім. Өйткені сен менікі болуың керек еді», деді. Айжан тынысын әрең алып, «Арман, сен не айтып отырсың?» деді. «Арман, мен өзімді ақымақ сезіндім. Сенің бақытыңды көре алмадым. Сондықтан ләззатқа үйлендім. Саған қасақана. Кейін түсіндім, өз өмірімді өзім құрттым», деді.
Айжан үнсіз жылады. Арман сөзін жалғастырды. Майданда мен көп нәрсені түсіндім. Адам бір күнде өліп кетуі мүмкін. Ал мен өмір бойы үндемей жүре беріппін. Айжан оның көзіне қарады. Арманның көзінде жас бар еді. Мен сенің жесір қалғанын естігенде тағы да қорықтым. Жалғыз еркекпін, қызым бар. Сен мені қабылдамайсың деп ойладым. Сондықтан мен өзімді жаман ұстадым. Қыздармен қыдырдым. Сені көрмегендей болдым. Өйткені өзімнен ұялдым, деді. Айжан ақырын: ал қазір неге келдің? деді. Арман тынысын алып: себебі мен сені енді жоғалтқым келмейді, деді. Айжан үнсіз қалды. Жүрегі қатты соғып тұр. Арман: бірақ сен мені кешіресің бе? деді. Айжан көз жасын сүртіп: мен білмеймін, деді. Арман басын изеді: мен де білмеймін. Бірақ мен сені жақсы көрем, Айжан, деді. Ол орнынан тұрып есікке қарай жүрді. Есіктен шығарда артына бұрылып: ертең мен трезвый болам. Сонда мен бұлай айтуға батылым жетпейді. Сондықтан бүгін айттым, деді. Айжан үнсіз қалды. Арман шығып кетті. Айжан ұзақ отырып қалды. Лейла үйге кіргенде Айжанның түрін көріп бәрін түсінді. Ол айтты ма? деді Лейла. Айжан басын изеді. Лейла терең күрсінді. Айжан, сенің тағдырың енді басталады, деді. Айжан көз жасын сүртіп: мен қорқан, деді. Лейла жымиып: бақыттан да қорқуға болады, деді. Қыс өтіп көктем жақындай бастады. Қар әлі қалың болғанымен күн ұзара түсті. Таң ертерек атады, кеш сәл кеш батады. Ауыл адамдары көктемді күтіп жүрді. Себебі көктем тек жыл мезгілі емес. Көктем үміт. Ал үміт соғыста ең керек нәрсе. Арман сол түннен кейін Айжанның үйіне көп келмеді. Келсе де есіктің алдында ғана тұрып: Нәзира қалай? деп сұрайды да кетіп қалатын. Айжан да оны шақырмайтын. Екеуі де бір-бірінен қорқып жүргендей. Айжан ішінен: ол мені жақсы көреді, деді. Бірақ ол сөзге сенуге бола ма деп ойлайтын. Арман ішінен: Айжан мені қабылдай ма? Мен оның өмірін бұзбаймын ба? деп ойлайтын. Ал Нәзира болса екеуін де түсінбейтін. Ол тек Айжанның жанына жүгіріп келіп: Айжан апа, деп құшақтайтын. Айжан оны бауырына басып: жаным, деп сүйетін. Күндердің күнінде Нәзира Айжанның үйінде түнек қалды. Арман жұмыстан кеш қайтты. Ата-анасы да бір жаққа кеткен. Нәзира ұйықтап жатып түсінде: анашым, деп Айжанның қолын қысып жатты. Айжан оның жанында отырып көз жасын тия алмады. Өйткені ол бұл сөзді өмірінде естимін деп ойламаған. Ол бала көтер алмады. Ол өзін әйел емес сияқты сезінетін. Ал енді бір кішкентай қыз оны ана деп жатыр. Айжан ішінен: Алла, менің тағдырымды осылай жаздың ба? деп сыбырлады. Арман да өзгеріп келе жатты. Ол бұрынғыдай қыдырмайтын болды. Ауыл қыздарына қарамайтын болды. Ол жұмысқа барып кешке үйіне келеді. Бір жағынан шаршаған, екінші жағынан ойлы. Өйткені оның жүрегі де тыныш емес. Ол Айжанның сөзін ұмыта алмайды. Айжанның көзіндегі мұңды ұмыта алмайды. Айжанның Нәзираға қалай қарағанын ұмыта алмайды. Ол алғаш рет: менің қызымның анасы болуға лайық әйел бар екен. Ал ол әйел менің көз алдында жүр, деп ойлады. Бірақ ауылдың тілі тоқтамады. Адамдар соғыстан шаршаған сайын бір-біріне тиісіп ішкі ашуын шығаратын. Бір күні Айжан далада су алып келе жатқанда екі әйел қайтадан сөз бастады. Айжан, сен Арманның үйіне көп кіріп жүрсің, деді бірі. Айжан қабағын тиді. Мен балаға қараймын, деді. Екінші әйел мырс етті. Балаға қарайсың. Бірақ Арман саған үйленіп алса, қан қалмаймыз, деді. Айжан ашуланып: сендерден шаршадым. Жүректерім жоқ па? Соғыс кезінде бір-біріңді жеуді қашан қоясыңдар, деді. Әйелдер күліп қалды. Айжан ашуланып қалды. Демек, шындық бар, деді. Айжан су шелегін көтеріп кетіп қалды. Оның қолы дірілдеп тұрды. Кешке Айжан үйге келгенде
Ләйлә оның түрінен бәрін білді. «Тағы да өсек пе?» деді. Айжан басын изеді. Ләйлә күрсінді. «Айжан, сенің жүрегің енді бос емес. Сондықтан олар сөз табады», деді. Айжан ашуланып, «Менің жүрегім бос емес дейсің бе? Мен өзім де түсінбеймін», деді. Ләйлә жай ғана, «Түсінесің, тек уақыт керек», деді. Ал мақсат болса, Ләйләға деген сезімін жасыра алмайтын болды. Ол асханаға да жиі келіп, Ләйләға көмектесетін. Қазан көтеріп береді, отын жарады, су тасиды. Әйелдер бұны көріп, «Мақсат сыранға ғашық болып қалды», деп күліп жүрді. Бірақ Мақсат бұған мән бермеді. Бір күні ол кешке Айжанның үйіне келді. Ләйлә пештің жанында отыр. Айжан да үйде. Мақсат бірден, «Айжан, сен куә бол. Мен Ләйләға ұсыныс айтам», деді. Айжан таң қалды. «Қазір ме?» деді. Мақсат басын изеді. «Қазір. Ертең кеш болуы мүмкін», деді. Ол Ләйләға қарап, «Ләйлә, мен сені әйелім қылғым келеді. Маған тұрмысқа шық», деді. Ләйлә бір сәт үнсіз қалды. Оның көзі жасаурап кетті. Айжан жүрегімен сезді. Ләйлә иә дегісі келеді, бірақ қорқынышы бар. Ләйлә ақырын, «Ауыл не дейді?» деді. Мақсат қатты сөйледі. «Маған ауылдың сөзі керек емес, маған сен керексің», деді. Ләйлә басын төмен түсірді. «Сен мені кейін тастап кетпейсің бе? Бір күні үй алып, мен сығанға үйленіппін», деді. Мақсат оның қолын ұсты. «Мен еркекпін. Менің сөзім сөз. Мен сені қорғаймын. Мен сені тастамаймын», деді. Ләйлә көз жасын сүртті. Сосын ақырын ғана, «Жақсы», деді. Айжан жымиып көзінен жас шықты. «Бақытты болыңдар», деді ол. Көктемде майданнан хаттар жиі келе бастады. Адамдар бір-біріне, «Немістер шебініп жатыр», дейді. «Жеңіс жақын», дейді. «Соғыс бітетін шығар», деп сыбырлай бастады. Ауылдың ішіне алғаш рет бір жылулық кіргендей болды. Сәбит Иманұлда бір жиналыста, «Біз шыдаймыз, жеңіс алыс емес», деді. Адамдар қол шапалақтады. Бірақ бәрі бірдей қуана алмады. Себебі әр үйдің ішінде бір қаралы орын бар. Бір күні кешке Арман Айжанның үйіне келді. Бұл жолы ол бұрынғыдай есік алдына тұрмай ішке кірді. Нәзира жүгіріп келіп, «Әке!» деп құшақтады. Арман қызын көтеріп маңдайынан сүйді. Айжан бұл көрініске қарап тұрды. Арман Айжанға қарады. «Айжан», деді ол. Айжан тыныш. «Иә?» Арман ауыр дем алды. «Мен саған сол күні айтқан сөзімді қайтарып алмаймын. Мен сені жақсы көрем», деді. Айжанның жүрегі қатты соқты. Арман сөзін жалғастырды. «Мен саған бірден үйленейін демеймін. Мен сенің жүрегіңді жаралағым келмейді. Мен сенің өміріңді бұзғым келмейді. Бірақ мен сенің жаныңда болғым келеді. Нәзира да сені жақсы көреді. Ол сені анасы сияқты көреді. Ал мен де сені сондай көрем», деді. Айжан көз жасын тия алмады. «Арман, сен кеше ғана басқа қыздармен жүрдің ғой», деді. Арман басын төмен түсірді. «Иә, мен ақмақ болдым. Мен өзімді жоғалттым. Бірақ сен бізге келгенде үйімізге жылу кірді. Мен сол жылуды енді жоғалтқым келмейді», деді. Айжан үнсіз қалды. Сосын жай ғана, «Мен қорқам», деді. Арман бір қадам жақындады. «Мен де қорқам. Бірақ қорыққан адам бақыттан қашып кетеді. Ал мен қашқым келмейді», деді. Айжан Арманның көзіне қарады. Ол көзде өтірік жоқ еді. Соғыс адамды өтірік айтудан да шаршатады. Айжан ақын, «Мен сені бірден сүйіп кетпеймін», деді. Арман басын изеді. «Мен оны сұрамаймын. Маған сенің қасында болуға рұқсат бер», деді. Айжан үнсіз басын изеді. Сол сәтте Арман алғаш рет күлімсіреді. Бұл күлімсіреу Айжанның жүрегіне жылу берді. Арман кеткен соң Ләйлә Айжанға қарап, «Айжан, сенің жүрегің қайта тірілді», деді. Айжан көз жасын сүртті. Мен әлде қорқам», деді. Ләйлә жымиып, «Сен қорқсан да жүрегің тірі. Ал тірі жүрек бақыт табады», деді. Көктем келді. Қар еріп, жердің беті лай болды. Жолда су, аспанда құстар,
Ал адамдардың ішінде үміт. Соғыс әлі бітпесе де, жұрт бір нәрсені сезіп жүрді. Бір үлкен жаңалық жақындап келе жатыр. Ауылда әр үй күнде радио тыңдайтын. Радио жоқ үй көшіге баратын. Кешке адамдар бір үйге жиналып, үнсіз отырып тыңдайтын. Кейде біреу жылап жіберетін. Кейде біреу «Алла, кек соғыс бітсе екен» деп сыбырлайтын. Айжан да солай жүрді. Ол бір жағынан жеңісті күтеді. Екінші жағынан жүрегінде мұң бар. Өйткені ол жеңіс келсе де, Ғалымжан қайтып келмейді. Мақсат Ләйләға үйленем деп шешкен соң, ауылда тағы да өсек көбейді. Бірақ бұл жолы өсек бұрынғыдай күшті болмады. Себебі Ләйлә өзін дәлелдеп қойған. Асханаға береке кіргізген. Адамдардың ішін жылытып жүрген. Көп әйелдер. Ол сыған болса да, жүрегі таза екен деп айтатын болды. Ал Мақсат болса, ауылдың сөзінен қорықпайтын. Ол бір күні Сәбит Иманұлына барып, «Мен Ләйләға үйленем, тойға рұқсат беріңіз» деді. Сәбит Иманұлы күрсінді. «Мақсат, сен ойланып алдың ба?» деді. Мақсат: «Ойландым. Мен оны сүйем. Ол мені емдеді. Ол менің өмірімді өзгертті» деді. Сәбит Иманұлы ұзақ қарап тұрды. Сосын: «Жарайды. Бірақ халықтың сөзін тыңдама. Еркек болсан, өз сөзінде тұр» деді. Мақсат басын изеді. «Тұрам» деді. Көп ұзамай бүкіл ел күткен күн келді. Ауылға біреу жүгіріп келіп айқайлады: «Жегіс, жегіс, соғыс бітті!» Адамдар алғашында сенбей қалды. Сосын радио қосылды. Радиодан дауыс шықты. Жеңіс жарияланды. Ауылдың іші бірден өзгеріп кетті. Біреулер жылады, біреулер күлді. Біреулер жерге отырып алып үнсіз қалды. Бұл қуаныш пен қайғының араласқан күні еді. Өйткені жеңіс бәріне бірдей бақыт әкелмейді. Сәбит Иманұлы ауылдың ортасына адамдарды жинады. Үлкен қазан көтерілді. Асханадағы Ләйлә күні бойы тамақ істеді. Мақсат отын тасып жүр. Бекжан гармон алып келді. Ауыл адамдары ән айтты. Біреулер биледі. Біреулер «Енді бәрі жақсы болады» деді. Айжан да сол жерде отырды. Бірақ ол күле алмады. Ол Ләйләға қарап қуанды. Ләйлә бақыт деді. Мақсаттың жанында күліп жүр. Ал Айжан ішінен өзін бос сезінді. Ол дастарханға отырғанда бір қызық болды. Кездейсоқтықпен Айжанның жанына Арман келіп отырды. Ал екінші жағында Ләйлә отыр. Ол Мақсатпен сыбырлап сөйлесіп отыр. Айжан Ләйләға қарап: «Міне, Ләйләнің жүрегі жібіді» деп ойлады. Сол сәтте Мақсат орнынан тұрды. Ол стаканын көтеріп, даусын қатты шығарды. «Жолдастар, бүгін бізде тағы бір қуанышты себеп бар» деді. «Қандай себеп? Айта ғой» деп шулады. Бекжан: «Созба Мақсат» деді. Мақсат демін алып: «Мен бәріңіз еститіндей айтам. Мен Ләйләмен үйленемін» деді. Жұрт ду ете қалды. «Ой, құтты болсын, бақытты болыңдар. Жарайсың Мақсат» деп шулады. Адамдар Ләйләға қарап бас изеді. Ләйлә ұялып, бірақ бақытты күліп отырды. Айжан оған қарап көзінен жас шықты. Ол қуаныштан жылап тұрды. Бірақ оның ішінде тағы бір сезім бар еді. Жалғыздық. Мереке жалғасып жатқанда Айжан өзін артық сезінді. Бұл мерекеде бәрі біреуді күтеді. Біреу күйеуін күтеді, біреу ұлын күтеді, біреу ағасын күтеді. Ал Айжан ешкімді күтпейді. Ғалымжан келмейді. Оның досы Ләйлә бақытты. Мақсатқа қарап отыр. Ал Айжанның жанында тек үнсіз Арман отыр. Арман да үнсіз. Ол да ойлы. Айжан бір кезде орнынан ақырын тұрды. Ешкімге білдірмей үйіне қарай кетіп қалды. Үйге кіргенде пештің жанында су тұр екен. Суы сәл жылы. Айжан суық суды жалғыз көретін. Ол тез жуынды. Сосын сүлгіге оранып, шашын сыртып отырғанда есік тарс ашылды. Босағада Арман тұр. Бірақ ол трезве емес еді. Оның жүзі қызарып кеткен. Көзінде батылдық бар. Айжан шошып: «Кет әрі, жоғал!» деп айқайлады. Ол ас үй мен бөлменің арасындағы пердені ұстап, денесін жауып тұрды. Арман қолын көтеріп: «Айжан, қорықпа. Мен саған тимеймін. Тек айтатын сөзім бар» деді. Айжан ашулы: «Не айтасың?» деді. Арман бір қадам жақындады. «Ертең мен трезвей болам.
Сонда мен мұндай сөз айтуға батылым жетпейді. Сондықтан бүгін айтуым керек, деді. Айжан үнсіз қалды. Арман сөзін бастады. Арман Айжанға жақындады. Айжан, маған рұқсат берші. Мен сенің жанында болайын, деді. Айжан ақырын ғана, сен қателесесің. Мен Ләйла үшін қуаныштымын, деді. Арман басын изеді. Иә, бірақ сен жалғыз қалудан қорқасың. Айжан, сенің жүрегің жылы. Сен менің қызымды құтқардың. Сен менің үйіме жылу әкелдің. Мен сенсіз өмірімді елестете алмаймын. Арман бір қадам жақындады. Айжан оның көзіне қарады. Сол көзде өтірік жоқ еді. Арман оны сүйді. Айжанның үстіндегі сүлгі түсіп кетті. Бірақ Айжан оны көтермеді. Ол ішінен, егер ол мені басқа қыздар сияқты тастап кетсе де, бәрібір. Бір түн болса да, мен бақытты болам деп ойлады. Бірақ оның қорқынышы орындалмады. Түн өтті. Айжан ұйықтай алмады. Жүрегі бірде жылып, бірде қорқып, бірде қиналып, бірде үміттеніп соғып жатты. Ал Арман да ұйықтамады. Ол таң атқанша Айжанның жанында үнсіз жатты. Екеуі де сөз айтпады. Себебі кейде сөздің керегі жоқ. Кейде адамның жүрегі бәрін айтып қояды. Таң атты. Күн сәулесі терезеден сығалап кірді. Айжан орнынан тұрып пешке от жақты. Қолдары дірілдеп тұр. Арман үнсіз қарап отыр. Сосын ол кенет орнынан тұрып Айжанның қасына келді. Айжан, деді ол. Айжан бұрылды. Арманның көзі трезв еді. Бүгін ол мас емес. Бірақ бүгін ол бұрынғыдан да батыл еді. Мен кеше айтқан сөзімді қайтарып алмаймын, деді ол. Мен сені жақсы көрем. Айжан үнсіз қалды. Арман жалғастырды. Мен саған бүгін ұсыныс жасайым. Мен сенен қашпайым. Мен сенен қорықпайым. Айжан, маған тұрмысқа шық. Айжанның көзіне жас келді. Ол бір сәт ойланып тұрды. Сосын жай ғана, иә, деді. Арман бір сәт үнсіз қалды. Сосын оны құшақтап, рахмет, деді. Арман сол күні Нәзираны алып келді. Нәзира Айжанды көрген бойда жүгіріп келіп, анашым, деп құшақтады. Айжан жылап жіберді. Арман қызын көтеріп, енді бұл сөзді сен күнде айтасың қызым, деді. Нәзира күлді. Онда менің анам бар ғой, деді. Айжан оны бауырына қысып, бар жаным, бар, деді. Ауылда үлкен әңгіме тарады. Арман Айжанға үйленеді екен. Айжан жесіреді ғой. Қарашы, тағдыр деген қызық екен. Мақсат Ләйлаға үйленеді дейді. Екі той бір күнде болады екен. Ауыл адамдары таң қалды. Бірақ бұл жолы өсек бұрынғыдай уу емес еді. Бұл жолы өсек таң қалу еді. Себебі ауылда өзгерген. Соғыс ауылды да шаршатқан. Енді адамдар бақытты көрсе қызғанбайтын болды. Сәбит Иманлы екеуіне де рұқсат берді. Соғыс бітті. Енді өмір басталады. Той қылыңдар, деді. Той күні ауылдың іші мереке болды. Екі үйде де қазан көтерілді. Бір үйде Айжанның тойы. Екінші үйде Ләйланың тойы. Ауыл адамдары екі жаққа да барып құттықтап жүрді. Бекжан гармон тартып ән салды. Әйелдер дастархан жайды. Балалар қуанып жүгірді. Ләйла ақ көйлек киіп, шашын өріп, жүзі жарқырап тұрды. Ол Айжанға жақындап келіп, Айжан, есіңде ме? Мен саған станцияда не деген едім? Деді. Айжан күліп, күйеуіңнің аты А әрпінен басталады дедім, деді. Ләйла көзін қысып, енді қара, деді. Айжан сыбырлап, Арман, деді. Ләйла күлді. Тағдыр қашып құтылмайтын нәрсе, деді. Айжан бір сәт ойланып, бірақ мен бақытты болам ба, деді. Ләйла оның иығына қолын қойып, боласың. Сен бақытты болуға лайықсың, деді. Уақыт өтті. Айжан Арманның жары болды. Нәзира Айжанға ана деп үйреніп кетті. Ал Нәзираның туған анасы Ләззат бірде-бір рет келмеді. Арман бір күні естіп келді. Ләззат қайта тұрмысқа шығып, Мәскеуге көшіп кетіпті, деді. Айжан күрсінді. Ол қызын ұмытқан екен, деді. Арман үнсіз қалды. Айжан оның қолын ұстап,
Вайымдама, Нәзира жетім болмайды. Мен бармын, деді. Арманның көзі жасаурап кетті. 5 жыл ішінде Айжан 2 ұл босанды. 2 ұл да Арманға қатты ұқсап өсті. Ал Нәзира оларды бауырына басып, менің інілерім деп қуанып жүрді. Айжан енді өзін толық әйел сезінді. Өйткені ол тек әйел емес, ана болды. Ләйлә мен Мақсатта бақытты болды. Ләйлә Мақсатқа 4 бала туып берді. 3 ұл, 1 қыз. Мақсат Ләйләні қолына көтеріп жүрді. Күлетін. Мен өзіме әйел емес, от алдым. Мына әйелмен ойнауға болмайды дейтін. Бірақ ол сөзді әзілмен айтатын. Өйткені Мақсат Ләйләні қатты сүйетін. Ал Ләйлә болса, мен сені емдедім ғой. Енді сен менің адамымсың, деп күлетін. Айжан мен Ләйлә өмір бойы дос болып өтті. Олар бірге күлді, бірге жылады, бірге балалар өсірді, бірге қиындықты жеңді. Уақыт өте олар ауылдың ең сыйлы 2 әйеліне айналды. Ауыл адамдары енді Ләйләні Сыған деп емес, Ләйлә келін деп атайтын болды. Бірақ өмір тек қуаныштан тұрмайды. Соғыстың салдары бәрібір қайтып келді. Арман 52 жасында өмірден өтті. Оның жүрегі соғыстан кейін әлсіз болған. Ал Мақсат одан да ерте, 48 жасында қайтыс болды. Оның бас ауруы жарақаты, соғыстың ауырлығы денесін жеп қойған еді. Айжан да Ләйлә да қайтадан жесір қалды. Бірақ бұл жолы олар жалғыз емес еді. Олардың балалары бар еді, немерелері бар еді. Той күні ауылдың іші мереке болды. 2 үйде де қазан көтерілді. Бір үйде Айжанның тойы, екінші үйде Ләйләнің тойы. Ауыл адамдары 2 жаққа да барып құттықтап жүрді. Бекжан гармон тартып ән салды. Әйелдер дастархан жайды. Балалар қуанып жүгірді. Ләйлә ақ көйлек киіп, шашын өріп, жүзі жарқырап тұрды. Ол Айжанға жақындап келіп, «Айжан, есіңде ме? Мен саған станцияда не деген едім?» деді. Айжан күліп, «Күйеуімнің аты А әрпінен басталады дедім», деді. Ләйлә көзін қысып, «Енді қара», деді. Айжан сыбырлап, «Арман», деді. Ләйлә күлді. «Тағдыр қашып құтылмайтын нәрсе», деді. Айжан бір сәт ойланып, «Бірақ мен бақытты болам ба?» деді. Ләйлә оның иығына қолын қойып, «Боласың. Сен бақытты болуға лайықсың», деді. Уақыт өтті. Айжан Арманның жары болды. Нәзира Айжанға ана деп үйреніп кетті. Ал Нәзираның туған анасы Ләззат бірде-бір рет келмеді. Арман бір күні естіп келді. Ләззат қайта тұрмысқа шығып, Мәскеуге көшіп кетіпті, деді. Айжан күрсінді. Ол қызын ұмытқан екен, деді. Арман үнсіз қалды. Айжан оның қолын ұстап, «Уайымдама, Нәзира жетім болмайды. Мен бармын», деді. Арманның көзі жасаурап кетті. 5 жыл ішінде Айжан 2 ұл босанды. 2 ұл да Арманға қатты ұқсап өсті. Ал Нәзира оларды бауырына басып, «Менің інілерім» деп қуанып жүрді. Айжан енді өзін толық әйел сезінді. Өйткені ол тек әйел емес, ана болды. Ләйлә мен Мақсатта бақытты болды. Ләйлә Мақсатқа 4 бала туып берді. 3 ұл, 1 қыз. Мақсат Ләйләні қолына көтеріп жүрді. Күлетін. «Мен өзіме әйел емес, от алдым. Мына әйелмен ойнауға болмайды» дейтін. Бірақ ол сөзді әзілмен айтатын. Өйткені Мақсат Ләйләні қатты сүйетін. Ал Ләйлә болса, «Мен сені емдедім ғой. Енді сен менің адамымсың», деп күлетін. Айжан мен Ләйлә өмір бойы дос болып өтті. Олар бірге күлді, бірге жылады, бірге балалар өсірді, бірге қиындықты жеңді. Уақыт өте олар ауылдың ең сыйлы 2 әйеліне айналды. Ауыл адамдары енді Ләйләні Сыған деп емес, Ләйлә келін деп атайтын болды. Бірақ өмір тек қуаныштан тұрмайды. Соғыстың салдары бәрібір қайтып келді. Арман 52 жасында өмірден өтті. Оның жүрегі соғыстан кейін әлсіз болған. Ал Мақсат одан да ерте, 48 жасында қайтыс болды. Оның бас ауруы жарақаты, соғыстың ауырлығы денесін жеп қойған еді. Айжан да Ләйлә да қайтадан жесір қалды. Бірақ бұл жолы олар жалғыз емес еді. Олардың балалары бар еді, немерелері бар еді.